әрі дәмді салат дайындаймыз. Баялдымыздың қабығын аршып, төртбұрыштап осылай турап аламыз. Одан кейін үстіне тұз қосып, үстінен салқын су құямыз. Сол кезде бізде баялдымыздың ащылығы кетеді. Кем дегенде 20-30 минут қоямыз. 20-30 минут уақытымыз өткеннен кейін жақсылап тұрып, барлық баялдымызды сығып, осындай сүлгінің үстіне қойып кептіріп аламыз. Кептіріп болғаннан кейін жүгері крахмалына осылай аунатып аласыздар. Сол кезде бізде баялдымыз кітірлек болып шығады. Осыдан барлығын аунатамыз. Қызып тұрған майда сарғайғанға дейін қуырып аламыз. Баялдымыз дайын болды. Енді сүлгі қойып, майын барлығын сіңіретіндей осылай қойып қоясыздар. Қағазға немесе газетке қоюға болады. Одан кейін басқа ыдысымызда қызанағымызды төртбұрыштап тураймыз. Ақ желкен, яғни петрушкамызды ұсақтап турап, осылай үстіне саламыз. Тұз қосып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Енді салатымызды жинауға кірісеміз. Ең астына қызанағымыз бен ақ желкенімізді орналастырамыз, үстіне баялдымызды орналастырамыз. Дәміне қарай соус қосасыздар. Менде ащы және де тәтті соус, кисло-сладкий яғни, және де үстіне творожный сыр қойсаңыздар болады. Өте дәмді салат, міндетті түрде дайындап